жұмыс істейтінін көрсетемін. Ал егер біреу қызығушылық танытса, жазыңыз. Мен бұл функция туралы бөлек бейнелер түсіре аламын. Біз сақтауымыз керек. Барлық іс шараларды таңдаймыз және осы жерде өңдеу түймесін басыңыз. Көрсету параметрлері тармағын таңдап, маған қажет нәрсені таңдаңыз. Маған өңдеусіз бөлек сақталуы үшін барлық іс шаралар қажет. Маған құйрықтар қажет емес. Мысалы, пайдаланушы аты метр болсын. Жол автоматты түрде көрсетіледі. Ол менің жобама байланысты және мен осы жолды басу үшін, метсос таңдаймын. Мен көрсету түймесін басып, осы дыбыстардың барлығы сақталғанын көремін. Енді менде олар бөлек файлдар ретінде бар және олар менің қалтамда, айтпақшы, олар 1 метр және 2 және 3 метр деп аталады. Супер. Олар менің қалтамда, жоба қалтасында. Мен оны алдын ала әдейі аштым. Енді не істеу керек? Осы метрономға дәлірек айтсақ, оның кеңейтілген параметрлеріне өту керек. Түймесін басу арқылы менде бұл жылдам перне бар. Айтпақшы, мен оны ұсынамын. Бұл өте ыңғайлы және осы жерден дыбысты басу түймесін басыңыз, мұнда дыбысты реттеу түймесін басыңыз. Сонымен, менде бірінші метр болады. Бірақ міне, екіншісі 0,1 метр, үшіншісі 0,2 метр, төртіншісі 0,3 метр деп аталады. Енді мен оларды дыбыс деңгейі бойынша бірдей етіп қоямын. Өйткені қазіргі уақытта бұл маңызды емес. Дегенмен, бұл дыбыстардың әрқайсысының дыбыс деңгейін өзгертуге болады. Және метрономның қалай дыбысталатынын тыңдайық. Енді оны іске қосып, қандай да бір үлгіні орнату керек. Мысалы, бұл жай ғана болсын. Бір рет қалдыруға болады. Бірақ мен жазған барлық дыбыстарды қатарынан орындауға болады. Осылай естіледі 1 рет, 3 рет оның астына хит жазуға болатыны анық. Оның қалай дыбысталатынын тыңдайық. Мысалы, 8-ші өлшемде және ол былай және былай болсын. Тыңдайық. 3. Жалпы алғанда қолдануға болатын өте қызықты мүмкіндік. Мысалы, егер сіз мұнда 1-3 рет емес, дыбыстарды жүктеп алғыңыз келсе, бірақ мұнда бұрын естіген немесе бір жерден жүктеп алған метрономды жүктеп алғыңыз келсе, мұның бәрі өте ыңғайлы түрде орындалады. Дәл мен көрсеткендей.